Қоқыс жәшігіне жанай лақтырылған қағаз болмасы, ормандағы сейілдеуден кейін қалған консерві қалбыры, немесе пластик бөтелке, жүріп бара жатып тастай салған сағыз. Сіз бұдан кейін осы қоқысқа не болатынын ойланып көрдіңіз бе? Қағаз жаңбыр астында қалуы мүмкін, кейін кебет, тағы суланады, осылайша қайталана береді де, ең соңында ыдырайды. Дегенмен толық ыдырау үшін 5 жыл қажет. Консерві қалбырын әуелі тат басады, темір жұқарып, сынғыш күйге өтеді. Ақырында толық ыдырап тынады, бірақ 2 ғасырдан кейін. Ал лақтырылған пластик бөтелке 500 жылдан кейін ыдырайды. Сондай-ақ пластик бұл уақыт ішінде ауаға, топыраққа және суға зиянды заттар бөліп шығарып отырады. Сағыз қауіпсіз елеусіз нәрсе көрінуі мүмкін. Ол ыстық күн астында 1 айдай, қоңыр салқын жерде 100 жылдан артық уақыт сақталуы мүмкін. Қоқыс арасындағы ең көп жиналатындар шыны ыдыстар мен бөтелкелер. Шыны ыдырамайды, ендеше лақтырылған жерінде мәңгі жатуы мүмкін. Қоқыс қоршаған ортаны ғана бүлдіріп қоймай, өсімдіктерді құртып, жануарлардың өліміне себепші болады. Сейіл болған жердегі иіске келген аңдар тамақ иісі сезілген целлофан қалталарды, тіпті шыныларды да жұтып қоюы мүмкін. Ондай заттарды олардың асқазаны қорыта алмайды. Демек, жануар өледі. Ал енді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Мұндай ыдыс, бөтелке немесе қалбырлар әлем бойынша миллиардтап саналады. Табиғаттың тірі организмнің қаншасын өлтіруге қауқарлы екенін осыдан біле беріңіз. Мұндай өлімге себепкер болмас үшін демалған орында қалған қоқыстарды жинап, қапшыққа салып, жақын маңдағы қоқыс жәшігіне тастап кету жеткілікті. Батарея туралы арнайы айту керек. Олар кез келген жерде, тұрмыстық техникада, ойын құралдарында, плеерлерде, тағы басқаларда кездеседі. Батарея құрамында ауыр металдар, цинк, марганец, кадмий, никель, сынап бар. Олар өте зиянды. Қоқыс полигонына жеткен батареялар ауа мен су әсерінен ыдырап, ауыр металдар топыраққа, кейін сол арқылы жер асты суына өтеді. Бір батареяның өзі 20 шаршы метр жер мен 400 литр суды ластауға қабілетті. Ол судың кейін біздің ауыз суымызға қосылмасына кім кепілдік береді? Бұндай болмас үшін батарейканы лақтырудың қажеті жоқ. Ескі батареяларды жинайтын арнайы орын бар. Сондай орындарда жинақталған батареялар арнайы зауытқа жеткізіледі, сол арада табиғатқа зияны тигізілмей қорытылады. Ең қауіпті апат орман өрті. Қазақстандағы орманды алқап ел аумағының 2% алып жатыр және қорғауға аса мұқтаж. Өрт орманның бірінші жауы. Орманды тып-типыл етуге күн көзінде қалған кішкене шыны бөлшегінің өзі-ақ жетіп жатыр. Күн сәулесі күн көзінде қалған шыныны тұтандырғышқа лезде айналдыра алады. Егер оның астында шөп немесе жапырақ болса, өрттен қашып құтылу мүмкін емес, және ол тез таралады. Өрт жер бетімен сағатына 5 км жылдамдықпен жылжыса, жоғарғы жақпен бір ағаштың келесі ағаш басына шарпи жылжуы сағатына 70 км жылдамдықтан асады. Тұжырым жасап көрелік. Осы орманның өсіп қалыптасуына жүздеген жылдар қажет болды. Жойылуына санаулы сағат жетіп жатыр. Электр мен суды үнемдеу біздің әмиянымызға түсер салмақты азайтып қана қоймайды. Ол экология үшін де пайдалы. Адам тісін тазартып жатқан 1,5 минутта су құбыры шүмегінен 8 литрге дейін су ағатындығы есептелген. Бұл орташа өлшемді шелектегі сумен тең. Қазіргі уақытта таза ауыз су мұнай секілді құнды нәрсе. Оны ойсыз шығындау неге әкеліп соғуы мүмкін? Арал теңізінің тарихын ғасыр апаты деп атайды. Оған Сырдария және Әмудария деген 2 үлкен өзен құяды. 20 ғасырдың соңында адамдар егістік жерлерін ұлғайтып, осы өзендердің суын бұрып ала бастады. Нәтижесінде теңіз тартылып, қазақстандықтар мақтан шететін балық қорын жоғалтып алды. Арал теңізі 30 жылдақ тартылып кетті. Ал енді ойланыңыз. Біздің үйде тұтынатын су құбыры шүмегінен ағатын су да теңіздер мен мұхиттарға құятын қандай да бір көл немесе өзеннен, оның ішінде жер асты өзені де бар, алынып жатыр ғой. Экологиялық маңызды мәселенің бірі шөлге айналу мәселесі. Қазақстанда шөлді аймақтардың артуы көптеген табиғи себептерге, құрғақ климат, елдегі біркелкі бөлінбеген су қоймалардың аздығы, сор басқан жерлердің көптігіне байланысты. Мұндай жерлерде ағаштар мен шөптер өспейді. Шөлейтті аймақтың кеңеюіне адамның да қатысы бар. Мал жаю, өрт және қоқыс полигондары, ормандарда заңсыз отау, барлығы да шөлді аймақтың артуын жеделдетеді. Сондықтан да ағашты кеспес бұрын, оның орнында бірдеңе өсе ме екен деп ойлау керек.
Біздің бабаларымыз осы әлемді біз үшін сақтаған. Егер қарапайым қағидаларды сақтап, табиғатты аялай білсек, біздің ұрпақтарымыз да әсем де гүлденген жерде өмір сүреді.